Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бүгінгі видеода бройлер бизнес жайлы айтатын болам. Ендеше кеттік. Видео басталмастан бұрын мен сіздерге ауыл шаруашылығы деген каналды ұсынамын. Бұл каналда құс шаруашылығы, мал шаруашылығы жайлы видеолар шығады. Сілтемесі описанияда болады. Бройлер бизнесін бастау үшін балапан кезінен бастау керек. Үлкен бройлер алып бастасаң, одан пайда жоқ. Қанша жем расылыққа кетеді. Мен 20 бройлер алған едім, одан пайда болмай барлығын сойып, енді үшеуі қалды. Бұларды да енді соям. Ал балапан кезінен бастасаң, ол жем жеген сайын өсіп салмақ қосады. Мен сіздерге бройлер бизнесінен пайда бар ма жоқ па есептеп көрсетейін. Бір балапан алсаңыз 500 теңгеге, ол 2 айда 8 килограмм жем жейді. 20 күн старт, 15 күн рост, одан кейін сойғанша финиш деген жем жейді. Жемнің бағасы орта есеппен 150 теңге, сонда 1200 теңгенің жемін жейді. Бройлер 2 айдан кейін сойған соң, ол 3 килограммнан жоғары ет береді. Сіз оны магазин немесе супермаркеттерге өткізетін болсаңыз, 1000 теңгеден өткізесіз. Ал өзіңіз сатсаңыз, 1200 теңге мен 1500 теңгенің арасында сата аласыз. Ең төмен бағамен есептей берейік. 1000 теңгеден 3 килограмм етің 3000 теңге болады. Одан жемге кеткен 1200 теңгені, сосын сатып алған 500 теңгені алып тастасақ, 1300 теңге таза пайда қалады. Бұл бір бройлерден түсетін пайда. 10 бройлерден 13 мың теңге, 100 бройлерден 130 мың теңге, 1000 бройлерден 1 миллион 300 мың теңге. 2 ай сайын 1 миллион 300 мың теңге табасыз. Немесе 1000 бройлерді бір ай баққан соң, тағы да 1000 балапан алып бақсаңыз, сонда 1 миллион 300 мың теңгені ай сайын табасыз. 300 мың теңге қора-қопсы, тоқ, дәрі-дәрмек секілді кішігірім шығындарға кетсе, айына 1 миллион теңге таза пайда табасыз. Ал бройлерді қалай сою керек? Мен қалай соямын, соны сіздерге көрсетейін. Бауыздағанымды көрсетпей-ақ қояйын. Басын құбылаға қаратып, Аллаху акбар деп бауыздап, ыстық суға батырып жүнін жұламын.
Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.